Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер сіз жылдам әрі оңай дайындалатын, өте дәмді болып шығатын тағам әзірлегіңіз келсе, онда менімен бірге мясо по-тайски дайындап көріңіз. Бұл тағамның дайындалуы қарапайым болғанымен, өзіндік ерекше дәмі бар. Сіздердің отбасыларыңыздың сүйікті тағамына айналатынына сенімдімін. Ең алдымен кез келген етті ұзыншақтап, жұқалап турап аламыз. Бұл тағамға қойдың, жылқының немесе сиырдың еті жарай береді. Бастысы етті видеода көрсетілгендей жұқалап жіңішкелеп турау қажет болады. Тағамға сән беріп тұру үшін сары және қызыл болгар бұрышын пайдаланамыз. Тәтті болгар бұрыштарын ұсақтамай, осылай орташа қылып турауымыз қажет. Ұсақтап турасаңыздар, піскен кезде езіліп, әдемі болмай қалуы мүмкін. Ендігі ретте қиярда видеода көрсетілгендей етіп ұзыншақтап турап аламыз. Негізі осы тай етін дайындаудың бірнеше әдіс-тәсілдері бар. Қиярды қоспай қоюларыңызға да болады, өз қалауларыңызша. Қиярдың орнына әдемілік үшін жасыл болгар бұрышында қолдануға болады. 3-4 сарымсақты өте ұсақтап тураймыз. Тағамымызды пісіретін ыдысқа сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Оттың астын қаттығып шығарып, май қызған соң үстіне жаңағы туралған етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Тағамымызды дайындау үшін қажетті азық-түліктердің мөлшерін видео астында жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Еттің қуырылу барысында бойынан өзінің сөлі бөлінеді. Сондықтан еттің сөлі тартылғанша, оттың астын баяулатпай, сол қалпында 10 минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Ол уақыт аралығында пиязымызды осындай видеода көрсетілгендей ірілеу етіп турап, еттің үстіне салып, оны да жақсылап қуырамыз. Пиязды 2 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Міне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Тұзды салған кезде өте мұқият болыңыздар, себебі соя тұздығын құямыз. Соя тұздығының құрамында да тұз бар. Етіміз жұмсақ болып толықтай пісу үшін аздаған су құйып, қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Еттің суы қайнаған соң баяу отта шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Міне 25 минут уақыт өтті. Одан кейін үстіне жаңағы жіңішкелеп туралған қиярымызды салып, оны да 1-2 минуттай қуырамыз. Ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Сарымсақты осылай тағамымыз дайын болуға жақындаған сәтте салғанда өте хош иісті және езілмей әдемі болып пісетін болады. Келесі кезекте сары қызыл болгар бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Төрт-бес ас қасық соя тұздығын құямыз. Достар, бұл тағамның гарниріне көбінесе күріш ұсынып жатады. Жаңқа күріш пісіру видеосы менің каналымда бар. Комментарийде сілтемесін қалдырамын. Ыдысымыздың қақпағын жауып, шамамен 5-10 минуттай ғана бұқтырып аламыз. Мінекей достар, сіздермен бірге 1 сағаттың ішінде қарапайым, бірақ өте ерекше дәмді тағам әзірледік. Сіздер де әзірлеп, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, астарыңыз дәмді болсын.